Ассалаумағалейкум. Бүгін 19-шы Штутгарттан жолға шығайын деп тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, күнде 25-ші маусым күні жарақат алуыма байланысты мен бір аптадай операцияға дайындалдым. Сол қолымды бір апта больницада болдым. Содан кейін бір апта демалып, 3 аптадан кейін өзімнің пробегімді ары қарай жалғастырайын деп тұрмын. Айзада мен данышпан осы уақытта мынау Стамбулдан Будапештке жүріп, Будапешттен осы Штутгартқа дейін келді. Енді Штутгарттан ары қарай данышпан екеуміз жалғастырайын деп тұрмыз. Сапарымыз сәтті болсын. Енді ол мен бір өзім бастаған ең бірінші жүріс. Анау Ақтаудан шыққанда жалғыз өзім шықсам, Батумидан бері қарай Айзада екеуміз айтады. Одан кейін кешегі Стамбулдан бері қарай Айзада мен данышпан айтады. Енді қайтадан мен Штутгарттан данышпан екеуміз ары қарай жалғастырамыз. Енді бір адамдық емес, бұл семьялық. Қасында данышпаным тұр, велигін дайындап жатыр. Мінекей бұл жерде немерем Айдияда осыған қолдау білдіріп, келістірден ертең Парижден күтіп алады Айзада екеуміз. Ал мінекей бағытымыз осы, бұл үлкен семьялық вело жорық десе де болады. Ал жолымыз болсын. Бәрі ойдағыдай болсын. Өзіміздің қойған жобамызды аяқтаймыз. Ал жолымыз болсын. Әумин. Бүгін мінекей мынандай әдемі фонтанның қасында, міне бұл жақта шіркеуі, бір орталықтың біреуі, мына 3-4 қабатта қонақ үйден артында тұрған демалып, мына паркингті аяжан мәйтінетін қой. Мінекей осы жерден атқанып тұрмыз. Әлі сағат 9-дан өтіп бара жатыр. Ал жолымыз ақ болсын. Ойлаған бар уақытта енді жығылмай, сүрінбей, алдымызда тұрған өзіміздің жорығымызды аяқтауға жасын. Әумин. Мен бұл кешегі жарақаттан кейін бірінші рет бастауым. Жақсы жолымыз болсын. Қолдап. Алты шақырым жүрген шығармыз. Подъем. Мінекей жоғары қарай шығып келе жатырмыз. Өрлеп соңғы 2 шақырым мынандай подъем. Жоғары көтерілу, өрлеу. Екінші қолды қинамау үшін бір қолда видео көріп кетсек. Оңға қарай ма? Темір жол, иә. Су қайсы? Қайсы ма су ма? Так, қазір. Мінекей, мына немістер кез келген көлшіктің жан-жағынан өйтіп салып қойыпты. Неміздердің асфальтыда жоқ, майда шебін төселген, трамболын өте керемет. Пейзаж әдемі көрініс. Жақта бұлақ бар сияқты, сол жақта. Ол жағымызда өзеннің арнасы шығар, бірақ ағыбаттан жаздың ортасы шығар, сосын ақпай айтса болу керек, бізде ағат шығар. Жан-жағының бәрі мінекей мынау сияқты адамдар. Қазір 7-8 шақырымда келе жатырмыз. Мана қаланың ішімен 1 километрдей, даламен 1 километрдей. Міне, еуропалықтар қалай жұмыс істейді? Астына кіреміз ба? Кіреміз.
тас жолдың астына кіреміз. Сурет галереясын салып тастаған астына. Жастар ғой. Мына жолдың астына өзен мендердің бәрі сурет салып тастаған. Бізге шығуға болмайтын ақыл жол осы. Ақыл жол. Төрт жол. Негізгі осы ақыл жолдар. Ambulance, Mercedes. Тәрбие ғой, папа. Тәрбие құптайын. Көрін, тәрбие. Бірнеше рет көрдік. Тіпті оның айдай алмайтындары мамасының артында багажникте отыр. Иә. Креслода. Тәрбие екен. Әкесі де, шешесі де бәрі бірге шығатындарды да көрдік. Иә. Бәрі айдайды. Оны көріп өскен бала сосын велосипедке құмар болып өсті. Просто міне жаяу бара жатыр. Иә, сол жүреді. Маған нелерді айт. Жүгері. Иә, адам бойына. Адам бойына басып кетеді. Бос жер жоқ. Жүгері жем ғой өзі. Малға. Мал жейді, жақсы жейді. Сосын несін жүгерісін аласың, қолданасың. Екі уақытта. Бір жақтан әкелмейді, өзінің еттерін нетіп отыр ғой. Иә. 100%. Парковка тек қана Мерседеске дейді. Басқа машина болмайды. Иесі Мерседес сәдейтін болып тұр ғой. Ақниет сияқты. Үй салуға да осындайлар пайдаланады. Машина көрмейсің, мынандай кран машина. 35 шақырым ақылы жолдың мостынан барамыз. Мына жолдың качествосы несін қарасаңдар болады, сапасын. Осындай жол керемет, ә? Папа артта келатыр. Папа да зулайын деп тұр, сосын видеоны өшірейін. Керемет көрінісінде екен. Мынаның барлығы дайын тұрған ағаштар. Өндіріс. Кішкентай ауылдың өндірісі. Осындай. Мынау жаңа кішкентай орман шаруашылығы. Ар жағында козловой кранмен түсіріп атып, бері қарай шығарып, беларамнан шығып мынадай қылып жинаған. Біздің мысалы қаншама орман болса да дәл осындай қылып жиналып тұрған тақтай бар ма? Жоқ. Біздің бәрін сатып жібереді. А бұлар өндіріске беріп, мінекей жиналып тұр. Бағасымен сатады өзін. Катонда, Большенарымда, Зерянда осындай жиналып тұру керек қой. Байлық. Ағашты переработка жасайтын жер ғой. Моторын қара. Мынау деген не ғой? Козловой кран ғой. Ағаштарын бәрі түсіріп алып, сорттап, жерді ештеңе зая болмайтын болып тұр. Дәсінде ар жағында не переработка ар жағында тұр. Ар жағын тақтайды болды. Аз бәрі жатыр. Ағаштар. Қандай ағаштар? Ана бөренерді үшіге әкеледі. Козловойдан кесіп, тақтай переработка жасайды. Не обрезной тақтай. Осыдан обрезной қылып шығады. Мынада крайын чөптер.
Иә. Ауылдың өзінің осындай өндірісі бар да. Иә. Байқап қоятық. Бұлар болмайды, кішкентай өндіріс тоқтап қалады. Бұлар тоқтамайды. Бұлар кезінше қолдайды осындай. Кішкентай ең өзінен қаншама мына қара, алдында переработка жасайын деп. Мыналар ма? Не обрезной, қаптарының обрезать етпеген. Төне обрезнойлары бар, стропилалық. Бәрін. Сосын бұл жерде газ жоқ, байқадың ба? Газ шығады. Бұларға әлі газ келмеген. Біздердегі газ деп отырмайды. Қазақстанда әр жерде газ болу керек. А бұларда газ. Бұлар тоқпен істейтін тұр ғой көзі. Газ бұлар үшін қымбат қой енді мынау. Сонау Ресейден алғаннан гөрі мына өздерінің ормандарынан алған мына ағаш. Ағашты да кеше көріп бардық. Отырғызып кете ма, орнына сондай өзінің системасы бар. Біз осы жолмен дұрыс келатырмыз ба? Дұрыс келатырмыз. Болмады, өмірінде бүйтіп қорық көрмеппін. Тоқтамайды, өле жасады бір нағара жолында. Қаққа тоқтады. Қалаға салып кетті уже. Қорыққанынан не қаяққа керетін таба алмай. Тұрмыз жоқ па? Жоқ. Нөл, вообще тоқтамайды. Мына қарай жүрді. Жоқ, ана жақсы. Мынау жақсысы мынау еді ғой. Мынау вообще жасамайды. Міне жолын, тоқтаған жолын. Ана жаққа барып айтып көкшекке жіберді. Ана жер спуск болса жаман еді. Ойында уже ойнатып жатырмын ғой. Бордерға соғамыз. Ұшып кетпейін ба деп. Секіріп кетсем ба екен. Болмайды екен. Форсгейм қаласының мектебі. High school. Мектеп шақты мектеп. Шуле деп. Иә. Басын ұстап жатыр. Сен де ұстап. Басында ойлап қалдым ғой, маған не бата не істеп жатыр ма деп, өмейін деп жатыр ма деп. Мамалар келіп жатыр мінекей. Балдарым алдынан. Біздер тұрмыз мінекей. Так. Мінекей. Шаяқты велосипедпен. Мінекей мынандай балдар. Алға жүреміз бізде. Құттай балдарымен тіпті құрттайларын артына салып аламын. Багажникке. Жеу, жүргінші де келіп жатыр. Біздің жолдың үстінен. Өте керемет. Данышпан, мына велосипед сияқты тормоз жоқ, сосын жетектеп жүруге тура келеді спусктқа. Тормоз жоқ, нөл. Қайтеді, бір жерге барып соқпайды ғой. Солай болып жатыр. Бадын-бадынға жетсек, ертең полный ремонт жасайды жармыз. Мынау бір әдемі қалаш. Өзен кішкентайлы ағылып жатқан. Так, мінекей велосипедистер, біздер сияқты. Бүтін так. Не осылай. Жаңадан басқа. 100 метр жерде. Үйректер жүр мінекей. Ешкіммен жора жоқ, мына зданиялар. Дашпанға рескүт. Мынау, не деген жазу екен, а? Түсіріп аламыз ғой. Бұл енді бір неде болса бір түрмеге арналған, иә, бір сондай. Так, мінекей. Ау. Велосипедшілер, иә, велосипедшілер, мынау алаңда әдемі жатыр.
Biz de jata gitsek ben gene kaslarına gelip. Bırak vakit çok bizde jata gitip. Anандай kafelerдің арасында айдай береді біз тек біз емес басқалар да ерек. Мен де ептеп түсіріп жатырмын. Кішкене ұмыттым ба қолымды. Мына жағы велосипед дейді. Мына жағы әйел мен бала. Міне жүріп бар. Машинан келе жатыр әне. Мен түсіріп жатырмын. Бәленбай айдап бірінші рет түсіру. Бұрынғыша жазылып кетермін да. Өзеннің жағасында түсіп жатыр. Жүзі демалып жатыр. Қандай демалыс? Қандай демалып қойған шықты. Мына жолдың іргесі оятқан данышпаған. Өттік. Қисып қалдым жолдатып қояды. Құдай сақтасын.